Сәлем қыздар, мен сіздерге қазір Google арқылы Coral Club компаниясының сайтына қалай кіру керек екенін үйретемін. Googleға кіреміз. Coral Club деп жазамыз, мінекей. Coral Club деген мына жерде ссылкасы тұр, иә, осыған кіреміз. Енді бұл жерге кіргеннен кейін бізге қалай кіру керек екенін айтайын. Мына жердегі 3 сызықшаның үстін басамыз. Войти присоединиться деген тұр, осыны басамыз. Клубный номер деген жерге өзіміздің логин паролімізді жазамыз. Мен мына жерде сохранить етіліп тұр, сондықтан мен осыны баса салам. Ал сіздер өздеріңіздің логин және парольдарыңызды почталарыңызға келген соны жазасыздар да войти-ді басасыздар. Мінекей, сайтқа кірдік. Енді тағы да сызықшаны басамыз. Мына жерде стрелка тұр, соны басасыздар. Личный кабинетке кіру үшін мына личный кабинет. Кіреміз личный кабинетке. Енді личный кабинеттеріңіздің жоғары жағында тағы да 3 сызық тұр, соны басасыздар. Рабочий столдың астында моя структура тұр. Отчетты көру үшін осыған кіресіздер. Отчет по структуре деген тұр, соған кіресіздер. Мінекей, біздің отчетымыз. Осы жерден қарай аласыздар. Мына 1 деп тұрғанның жанындағы тұрған точканы бассаңыздар, міне бірінші линияңыз жиналады. 2 деп тұрғанда бассаңыздар, екінші линияңыз жиналады. 3 деп тұрғанда бассаңыздар, үшінші линияңыз жиналады. Міне менде общий 4 линия. Көрдіңіздер ғой? Ал енді бұларды ашатын болсаңыз, міне ашатын болсаңыз, осылай осы жерден аша бересіздер. Өте жеңіл.